Әлем алдыңғы сабақта біз жазық фигуралар туралы айтып кеткен едік, оның жалпы ұғымдары мен оның формулаларын қарап шықтық, бірақ біз жазық фигуралардың ауданын мағынасын түсінбедік, яғни ол қалай шығатынын білмейміз. Және бұл біз 5 адамнан құралатын топтан геометрия бойынша 8 сыныптарға арналған кітап шығарған болатынбыз. Және бұл тек қана бастама болып саналады. Және жалпы қайталап кетейік, жазық фигуралар ауданының ұғымы туралы. Жазық фигура дегеніміз не? Жазық фигура ол жазықта орналасқан пішін болып саналады, және екі өлшемді пішін, өйткені оның ұзындығы және ені бар. Аудан дегеніміз не? Сол фигураның ауданы, ол сол фигураның жазықтықта алып жатқан бөлігін шамасы. Мысалы, бұл шын өмірден алсақ, футбол алаңы және көл ауданы болып табылады. Мысалға айтсақ, аудан немен өлшенеді? Аудан өз аудан бірлігімен өлшенеді. Бұл екі өлшемді бірлік болғандықтан ұзындық пен еннен құралған үшін біз квадраттық бірлік деп атаймыз. Квадрат деген екі, яғни екі өлшемді. Мысалға айтсақ, тік төртбұрыш ауданы 8 шаршыға немесе 8 квадрат бірлікке тең. Бұлар қарап шықсаңыздар болады. Шын өмірден алсақ, екін бағындары, Қазақстан ауданы немесе бұл кірпіштердің ауданы болып саналады. Жалпы ауданды қалай табамыз? Біз айтып кеткендей, аудан ол ең оңай бірлігі ол квадраттық бірлік, және біз квадраттар арқылы кез келген фигураның ауданын тапсақ болады. Бірақ мысалы осы төртбұрыште оның ауданы табу оңай болып табылады, өйткені біз оның ішіне 18 квадрат бірлікті толықтай сыйдыра аламыз, және нақты білеміз, ол 18 квадраттық бірлікке тең. Ал егер біз осы шеңберге қарайтын болсақ, осы жерге тек қана 21 квадраттық бірлік жуығына тең екенін білеміз. Неге жуық? Өйткені көп бөлігі не біз квадратты толықтай сыйдыра алмаймыз. Сол үшін бұл жағдайда бірлік квадратты 100 бөлікке бөлеміз. Нәтижесінде квадрат бірліктің 1-ден 100 бөлігіне тең квадрат бірлігін аламыз. Және яғни біз бір квадратты 100-ге тең ұсақ квадраттарды сыйдырамыз. Яғни міне оның біріне мысал, осы жерде 100 квадратқа сыйдырамыз, және бұл боялмаған, яғни табылмаған аудан мөлшерін азайтамыз. Және оны тағы да 100-ге бөліп, біз өте жақын мәнді аламыз. Бірақ біз білеміз, бұл оның ауданы пи көбейтілген радиустың квадратына тең екен. Сол үшін осы формула арқылы да тапса болады. Бірақ кезінде осы квадраттар арқылы дәлелдеген еді. Қорытындылап айтсақ, фигураның ауданы деп квадрат бірліктер мен оның квадрат өзінен кіші бөліктердің қосындысын сандық мәнін айтамыз. Оның үш қасиеті бар. Аудан әрқашан оң шама, өйткені аудан ол теріс шама бола алмайды. Тең фигуралар ауданы тең шама, яғни тең фигуралардың ауданы тең болса, онда олар тең. Фигураны қанша бөлікке бөлсек те, толық фигураның ауданы сол бөліктің ауданның қосындысына тең екенін байқасақ болады. Ал осы кітап бойынша біз А деңгейін есебін шығарып көрейік. Сіздерге сіз видеоны тоқтатып, осы есепті шығарып көріңіздер. Ал бастайық. Сіздер білесіздер, аудан есептеуге ең оңай фигура тіктөртбұрыш болып табылады. Қабырғаларының ұзындығы А және Б болатын тіктөртбұрыштың ауданы S тең А көбейтілген Б. Ал тіктөртбұрыштың дербес жағдайда болып табылатын квадрат немесе шаршының ауданы квадраттардың, яғни А квадрат. Осы фигураның тіктөртбұрыштың ауданын тауып көрейік. Ең оңай жол, біз жай квадраттарды санасақ болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Яғни S тең 16 квадраттық бірлік. Енді біз формуланы қолданып көрейік. Бөлшектеп табайық. Мысалы, мынау фигура, яғни мынау тіктөртбұрыштың ауданы 4 көбейтілген 2, яғни 4 көбейтілген 2 ол 8, қосылған 2-де 2 ол 2 көбейтілген 2 4, 4 көбейтілген 4 ол қайтадан 4 болады. Яғни 16 квадраттық бірлік. Формула дұрыс, және жауаптары сәйкес келеді. Б деңгейіне есебі кішкене қиынырақ, бірақ сіздер шығара алады деп ойлаймын. Мен сізге қайтадан 1 минут берейін, өздеріңіз шығарып көріңіздер, видеоны паузаға тоқтатып. Ал көрейік. Шаршы деген ол қабырғалар бір-біріне тең болған жағдайдағы тіктөртбұрыштың бір варианты. Яғни қараңыздар,
біз байқағаныңыздай осыны өте тағы да бөлсек болады осы ромбты. Және біз осы үшбұрыштың ауданын тауып көрейік. Және бұл жері 0,5, өйткені бұл 1-дің жартысы, және қайтадан 0,5. Мына жер 90 градус. Ал енді қараңыздар, сіз есіңізге түсірем, алдыңғы видеоны қарап шықсаңыз болады. Осы үшбұрыштың ауданы, үшбұрыштың ауданы ол 1/2 а көбейтілген б, яғни ұзындық көбейтілген ен. Біздің жағдайда 1/2 көбейтілген 0,5 көбейтілген 0,5. Бұл бізге 0,125-ті береді. Квадраттық бірлік. Осыны жазуға ұмытпайық. Және қараңыздар, сіз байқағаныңыздай, бұл жерде төртеу, яғни 1, 2, 3, 4, 4 үшбұрыштан тұратын ромб. Яғни осы ромбты табу үшін былай салып қояйын, шатаспау үшін 4 үшбұрыштың қосындысын табу керек. Олардың аудандарын, яғни 4 көбейтілген 0, 1, 25. Ол бізге 4 көбейтілген 1-де 8, яғни 1/2, 1/2 ол 0,5 квадраттық бірлік болып табылады. С деңгейіне көшейік. Сіздерге қайтадан өзіңізде видеоны тоқтатып, өздеріңіз шығарып көруіңізге уақыт берейін. Ал тікбұрыштың ауданын табу үшін, қараңыз, ауданын ортасына белгілеп қойсақ болады, өйткені ол жалпы фигураның ішінде болатын зат. Сол үшін 72 см квадрат деп ішіне жазайық. Оның қабырғасының қатынасы, яғни бір қабырғасы x болса, оның екінші қабырғасы 2x. Бірақ біздің суретке байланысты біз мына жаққа 2x деп жазамыз, өйткені үсті ұзынырақ болып көрінеді. Осы қабырғаның ең кішісін 2-ге бөліп шаршы жасайық. Яғни біз бірінші x тауып алайық. Осы аудан формуласы а көбейтілген б тікбұрыштарда, яғни s-ның орнына 72, а-ның орнына x көбейтілген 2x. Мынау 2-ні мына жаққа жіберіп 36 тең x квадрат болады. Яғни x ол плюс-минус 6-ға тең. Бірақ біз білеміз, аудан теріс санға тең болмайды. Сол үшін біз тек қана 6 деп жазамыз. 6 сантиметр. Сонымен бұл жері 6 сантиметр, екінші жері 2 көбейтілген 6, ол 12 сантиметрге тең. X-тен 6 сантиметр және 2x ол 12 сантиметр болып саналады. Және бұл жерде жауап тұр. Осы қабырғалардың ең кішісін 2-ге бөліп шаршы жасайық. Яғни ең кішісі ол 6, және осындай шаршы жасайық. 3-те 3. 3 және 3. Өйткені 6-ның жартысы ол 3, және шаршы ол қабырғалары бір-біріне тең болғандағы. Яғни оның формуласы бізде а квадрат екенін есімізге түсірейік. 3-тің квадраты ол 9 болып табылады. Және біз осы кішкентай шаршылардан тұратын тікбұрыш алғанын білеміз. Және үшінші қасиет бойынша, аудандардың үшінші қасиеті бойынша, кішкентай аудандар үлкен бір толық ауданды береді. Яғни бізге қанша шаршы керек екенін көрейік. Тікбұрыштың ауданы 72, n шаршылардың саны және оның ауданы. n көбейтілген 9, және n бізде 8 екенін осы есеп арқылы білеміз. Яғни 8 шаршы осы тікбұрышқа толық сияды. Жалпы сабаққа қатысқан үшін рахмет, назарларыңызға да рахмет. Сілтемеде кітапке және ойындарға сілтемені қалдырып кеттім. Сол сілтеме арқылы барып, кітапке және ойындарға кірсеңіздер болады. Сау болыңыздар.